Сәлем достар, қазір шілде айы нағыз 40 қабат маусымы. Сондықтан термомикс көмегімен ашытылған 40 қабат салатын жасаймыз. Ол үшін бізге небәрі 40 қабат, сәбіз, қант, тұз, қызыл бұрыш және де уксус қажет болады. Нақты грамдарын описаниеде қалдырып кетемін. Енді менде катер насадкасы болғандықтан көмекші ретінде осы катермен турағым кеп тұр, көздеріңізше. Ал егер сіздерде бұл насадка болмаса, еш әбестігі жоқ, онда термомикстің өзімен турасаңыздар болады. Оны толық описаниеде қалдырып кетемін. Керек жағын өзіңізге қаратып аласыз, яғни бізге екінші программасы қажет. Ал достар, кеттік. Толық катерді пайдалану туралы арнайы видео түсірген болатынмын. Ал біз 4-ші жылдамдық реверсті қосамыз, майдалау болу үшін. Термомикс турап болды. Көрек қандай нәтиже шыққанын. Және де барлығы небәрі 11 секундта турады. Енді сәбізді көреміз. Қанша секунд кететіні. Небәрі бір сәбізге 2 секунд уақыт кетті. Енді нәтижесін көрейік. Нағыз марковчадағыдай керемет. Маған қатты ұнайды осындай нәтиже. Енді басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Достар, сіздерге қалай нәтиже ұнады ма, ұнамады ма? Мен тұздайын, ал сіздер комментарийде жаза кетіңіздер. 1 шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық қант. Қызыл бұрыш қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар да болады. Уксустан қосып жіберейік. Жалпы ашытылған 40 қабаттың пайдасы ас қорытуға көмектеседі. Микрофлора, ішек микрофлорасын жөндейді. 99% иммунитет микрофлорада болғандықтан иммунитетімізді күшейтеді. С витамині көп, калориясы аз, яғни 100 граммда 19 калория ғана бар. Ал енді бір ауыр ыдыспен үстінен қояйық. Солғы шығады біраз, және де жылы жерге қоямыз. Үстіне ауыр жүк қояйық. Өстіп жылы жерге қоямыз. Біздің капустамыз жылы жерде тұрды. Енді қараңыздар. Басқан кезде қаншама соқ шығып жатыр ішіне. Жақынырақ көрсетейін камераны. Көрдіңіздер ме? Біраз су шығып жатыр. Мына осы сумен пайдалы арзан салат. Секунд ішінде ашытылған 40 қабат салатымыз дайын болды. Құрамын білесізді. Нақты неден жасалған, ешқандай зиянды қоспасыз. Тек қана көкөністер свежі, және де тұз, қант, уксус. Айтпақшы, винегретке қоссаңыздар да болады, ашытылған капустаны. Ал тоңазытқышта сақтаймын. Мына осылай кез келген кешкі асқа қосып берсеңіз болады. Ас болсын.